Сәлем достар, үй жағдайында оңай жасалатын пирогты көрсететін боламын. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа керек болады. 4 жұмыртқаны жақсылап араластырамыз. Барлық рецепттерді описание бөлімінде қалдыратын боламын. 1 шай пиала шекерімізді салып, осылай екіге бөліп салып, жақсылап араластырамыз. Шекеріміз еру керек. Ендігі кезекте айранымызды құямыз. Сорпа ішетін кесенің көлемінде 1 кесе айранымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Жақсыларым, каналды қолдап, лайк басып, қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Алдын ала рахмет. Енді жарты шай қасық содамызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Ендігі кезекте 3 ас қасық сұйық майымызды қосамыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Сосын жарты шай қасық разрыхтерімізді, яғни қопсытқышымызды ұнға салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыз міндетті түрде електен өтуі керек. Сорпа ішетін кесенің көлемімен 1 кеседей ұн кетті. Ол ұнды 3-ке 4-ке бөліп салатын боламыз. Қоспамыз қатты сұйық емес, және де қатты қою емес, орташа болуы қажет. Осылай венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Арасында ұнымыз түйіршіктен қалып кетпеуі керек. Жақсылап 1 келкі масса болғанша араластырамыз. Міне қоспамыз дайын. Енді тапамызға пергамент қағазын төсеп, салмамызды саламыз. Барлық шетіне осылай қасықтың көмегімен жеткізіп шығатын боламыз. 180 градуста 20-30 минутта пісіп шығады. Міне біздің пирогымыз дайын. Бетіне әсемдеу үшін сахарный пудра сепсеңіздер болады. Өте әдемі көрінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Оңай әрі тез. Достар, рецепт ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Осылай әдемі қылып сәндеп, пирогты жесеңіздер болады. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, қазақша каналды қолдап кетіңіздер.